Сәлем достар, сәлем баршаларыңа. Бүгінгі біздің видеода сразу айтайын, ұбт-да қалай прогресс жасаймыз, қалай жүйелі дайындаламыз сынды сұрақтарға жауап беретін боламыз. Егер сіз бірінші ұбт-ны тапсырып, екінші ұбт-ға дайындалып жатсаңыз, мен сізге арнайы жүйе дайындап қойдым. Мына парақтардың барлығында арнайы. Бұл видеоның соңына дейін көріңіз. Сөзсіз бұл видеодан кейін сіз иншалла ұбт-дан прогресс қосатын боласыз. Егер жүйелі дайындалсаңыз, мен сізге как положено А точкадан Б точкасына дейін қалай дайындалу керек екендігін мен сізге айтып беретін боламын. Достар, ең әуелі танысақ, менің есімім Нұртас. Мен тарих мамандығында 3-ші курсқа өттім. Өзім 2024 жылы ұбт-ға курссыз дайындалып 17 балл жинаған болдым. Наурыз ұбт-да бір айдың ішінде 20 балл, яғни 102-ден 122 баллға көтерген болдым бір айдың ішінде. Şimdi осындай прогресс қосу, жүйе, жоспар жөнінде зерттеп келе жаттым. Бір жыл бойы 500 астам оқушыға, студенттерге жоспар бойынша көмектестім. Өзімнің 100-ден астам оқушым болды. Және сол бір оқушыларға жоспар бойынша жеке қадағалаулар болды. Және жоспар бойынша шынымен біршама хабарым бар, тәжірибелі. Және сондықтан бүгінгі біздің прогресс тақырыбы меніңше иншалла жақсы тақырыптарды ашылады деген сенімдемін. Достар, енді бастайық. Давайте прогресс деген не? Прогресс деген бір белгілі бір мақсатқа жету. Именно прогресс, именно қысқа уақыттың ішінде. Енді бұл жерде біраз дүниелер бар да. Өйткені ұбт-да прогресс қосу үшін тек қана жоспар құрудың жеткіліксіз, жүйе, мынандай жоспарлар күшті болсын. Егер сенің өмірінде бір белгілі бір жүйелі дайындалмайтын болсаң, енді прогрессті қалай қосамыз? Прогрессті мен екі нәрсені ашамын. Бірінші, ол майндсет. Майндсет дегеніміз не? Майндсет дегеніміз ол сенің ойлау жүйең, сенің психологиялық күйің. Мәселен, бірінші ұбт-да сіздің қателігіңіз не болды? Бәлки уайым. Уайымдадыңыз, не болады деген, қалай болады деген, өйткені бұл нағыз ұбт болды. Уайымның кесірінен сіз білетін нәрсеңіз ұмытып қалып, төмен балл жинадыңыз. Немесе сіздің керемет курсыңыз бар, керемет кураторыңыз бар, керемет дайындық жоспарыңыз бар, бірақ сіз әлі күнге әрекет етпейсіз. Неге? Себебі сіздің отырған психологиялық күйіңізге көңіл бөлмейсіз. Біз Нұрбақпен бірге жұмыс жасаған кезде ең әуелгі әрекет ол психологияны, майндсетте жұмыс жасаған болатынбыз. Ең әуелгі алғашқы күн ешқандай жоспар құрмадық, тағысындағы ең әуелгі оның неге деген сұрағы, неге күресу керек, неге әрекет ету керек деген секілді сұрақтарға жауап бердік. Неге? Себебі біз миымыз неге деген сұраққа жауап таппаған кезде әрекет етпейді. Миға нақтылық керек. Окей, жақсы, оны тақырыпты ашатын боламыз. Екінші, бізде систем, яғни жоспар құру ұбт-ға. Қалай жүйелі дайындаламыз? Ол жерде mesela А точкасы, Б точкасы, одан бөлек именно пәндерге байланысты әлсіздіктер дамыту, егер 14 күн болатын болса, 14 күнді қалай дайындалу керек деген секілді, немесе бір күнін қалай өту керек, сынды сұрақтарға жауап беру керек. Сондықтан бірінші бөлім бізде mindset, екінші бөлім систем. Сондықтан ең әуелгі бөлім mindsetке көшейік. Енді mindset деген не? Mindset деген ол ойлау жүйесі. Енді достар, андай сөз бар. Неге деген сұраққа жауап тапқан кезде, қалай деген сұраққа жауап өзіңіз пайда болады. Неге дайындалу керек? Мәселен, ағылшын мен үйрене алмаймын. Неге? Себебі қоғам айтып, айналам айтып, тағысындағы дүниелер. Мен ағылшын не үшін үйренемін түсінбеймін мәселен, да? Мен 4-ші сыныбымда. Бір күні мен неге деген сұраққа жауап таптым. Бірінші курсымда. Неге? Себебі ағылшын үйрену керек. Неге? Себебі ағылшын тілі арқылы сен Work and Travel бағдарламасынан Америкаға бара аласың. Exchange бағдарламасы арқылы сен Еуропада оқи аласың деген секілді. Неге деген сұраққа жауап таптым. Түсіндім ағылшын тілін үйренуді. И мен шынымен now I want to learn because ағылшын тілі маған көп мүмкіндіктер береді. Ждам ағылшын сөйлейін деген болмай қалды ғой. Ағылшын тілін түсіндім. Тура сол секілді. Біздің ұбт-да не керек? Біздің ұбт-мызға, миымызға неге дайындалып жатқандығымызды түсіндіру керек. Я қоғам айтылар тағысындағы дүниелер, бірақ не үшін, неге дайындаламын, неге прогресс қосу керек? Осы бойынша жұмыс жасау керек. Енді не үшін біздің миымыз ол нәрсені жақсы көреді? Себебі ми артық энергияны құртқысы келмейді. Миға сабақ оқу дейтін өте қиын. Ми үшін нақтылық керек. Не үшін жасаймын, не үшін энергия құртамын деген секілді сұрақтарға. Енді не істейміз? Енді бірінші практика, бірінші тапсырма ол 10 минуттық тыныштық. Просто 10 минут отырасыз, осындай бөлмеде, ешкім сізді мазаламайды. Таймерге үміт қоясыз, көзіңізді жұмасыз, немесе көзіңізді ашсаңыз да болады, немесе көзіңізді жұмуға кеңес беремін, көз жұмаңызды просто ойланыңыз. Тыныштықта. Айналадағы дыбыстар бізді ойландырмайды. Дәл осы моментте жеке өзіңізбен бірге болыңыз. Тыныштықтан кейін ойландыңыз, неше түрлі сезімдерді сезіндіңіз, не істеп жүрмін, қалай жүрмін, өзіңізді бір анализ жасадыңыз. Одан кейін не істейсіз? Одан кейін екінші тапсырма артық ойларды ақ параққа түсіру. Артық ойлардың барлығы
А4 немесе блокнот дәптерге ойыңызда не бар, не болды соңғы уақытта бірінші күні қалай тапсырдыңыз, ішкі просто мида не бар соның бәрі сөз. Бұны ғылымда фрирайтинг дейді, яғни ойындағы дүниелер. Өйткені біздің миымызда артық дүниелер өте көп. Ана істеу керек, мына істеу керек, грантқа түсу керек, ата-ананы мақтау керек тағысындағы дүниелер біздің миымызда андай артық андай бір қоқыс болып тұр. Ол қоқыстың бәрін шығарып тастау, артық ойдың бәрін жазамыз. 10 минут, 15 минут просто ішінде не бар соның бәрін. Сонда өз-өзіңнің қолына, сенің қолыңа келеді деген секілді позитивті ұғыммен аяқтайық. Бұл екінші тапсырма. Үшінші дүние именно ойлау жүйесіне байланысты тапсырма, ол біздің адам жаны. Егер сіз өзгеруіңіз керек екендігін түсінесіз. Мәселен, маған ОБД-да прогресс қосу керек, маған 15 қосу, мен қазір 90 балл жинап жүрмін, маған 20 балл керек, маған 20 балл прогресс қосу керек. Түсінемін өзгеру керек екендігін, бірақ іштей мен прогресс қоса алмайтындығыма сенбесем, мен ешқашан қоса алмаймын. Мен бәрі қолдан келмейді ғой, менде дұрыс курс жоқ, тағысын жоспарым жоқ, ойбай, мен шырақта емеспін, мен ментор емеспін, Нұртас ағай, мен андай разбор жасамадым деген нәрселер болатын болса, сіз қоса алмайсыз. Мәселен, мен бай болғым келеді, мен көп ақша тапқым келеді, бірақ іште ақша ол жаман дейтін ұғым болса, түсінік болса, кері қар. Мен ақша таппаймын. Ақша табамын, оны жұмсап жіберемін. Өйткені ақша мен үшін қолдың кірі. Менің қойған мақсатым мен менің ішкі хәлім бірдей болу керек, сезімдер. Егер прогресс қосума, прогресс қоса аламын деген іште өзіңізге сендіріңіз, немесе ұрыс қалмасын, короче. Келесі нәрсе не? Келесі нәрсе сенгеннен кейін қосыладыңызға, сенгеннен кейін, одан кейін сіз тетік табуыңыз қажет. Сіз өміріңізді тетік. Яғни не? Адам жаны бар, адам жаны жан рахаты немесе жан азабы дейтін нәрсе бар. Жан рахаты не? Жан рахаты деген ол мен грантқа түсу арқылы, мен прогресс қосу арқылы мен неге қол жеткізе аламын? Мәселен, мен грантты егер атанғым келеді, немесе мен прогресс жасағым келеді. Неге? Себебі мен осы арқылы грантқа түсіп ата-анамды ақтаймын, өзім қалаған СДУ-ға грантқа түсем, Алматыда боламын, Астанада боламын. Бұл ерекше ләззат сыйлайды. Именно осы дүние мені шыны керек 117 балға жеткізді. Ата-анамның қуанышын көру. Жан азабы дейтін бар, яғни мен өмірді бір дүниені өзгертпесем, мен неден айырыламын? Мәселен, мен грантқа түсе алмай қалсам, мен не жоғалтамын? Мен грантқа түсе алмай қаламын, мен өзімнің үмітін ақтамаймын, ата-анамның үмітін ақтамаймын. Ата-анам 4 жыл бойы 4 миллион, 5 миллион, 6 миллион ақы төлейді. Мен оң аяқта барғаннан кейін өте қиын болады, себебі жұмыс жасаймын, тағысындағы дүниелерді білмеймін. Бұл сезім келмейді. Бұл жан азабы. Енді не? Енді маңызды дүние ол тетік ойлап табу. Яғни сіз не істейсіз? Үшінші тапсырма жан рахаты және жан азабы жайлы ойлау. Былай жасаңыз, кешкі серуен, көше шығып кетіңіз, осындай кешкі уақыт, телефонды тастап кетесіз. Просто жарты сағат бойы мен грантқа жету арқылы, мен прогресс қосу арқылы мен неге қол жеткізем? Мен дәл қазір 14 күн бойы күрессем, мен неге қол жеткізем, қандай армандарын, мақсаттарын орындаймын деген позитивті сезім. Мен орындай алмасам, дәл қазір күреспесем, мен неден айырылып қалам? Мен дәл қазір 14 күнім бар, мен қазір бұдан айырылып қалатын болсам, болды. Ертең бұл уақыт қайтып оралмайды. Ертең мен өмір бойы өкінетін боламын деген сезімдерді сезіңіз. Барынша неге андай бір грантқа түсе алмай қалу сіз үшін андай бір болу керек қой, тозақпен тең болу керек қой. Енді андай андай бір қаламауыңыз керек бұл дүниені. Бұл үшінші тапсырма. Екінші достар, сенім. Мына майндсетте сен өз-өзіңе сенбейтін болсаң, сенің қолына бәрі келмейді, бәрібір қорсуын прогресс қосу деген нәрсе болса, сіз қоса алмайсыз расымен. Сенім ол өте үлкен күш. Сенім тауды да қопарады. Томас Эдисон 1000 рет қателесті. 1000 рет лампочканы жағуға тырысты. Ол соңына дейін сенді. Мәселен, Роналду, жігіттері біледі, mindset дейді Роналду. Сенім дейді, believe in yourself дейді. Сенім маңызды. Сенім арқылы үлкен жетістіктер жетесіз, таңғажайып жетістіктер жетесіз. Не керек? Сенім керек. Енді не? Сенім маңызды нәрсе. Сенім түп сананы қалыптастырады. Бізде түп сана дейтін нәрсе бар. Түп сана ол біздің өзегіміз, сенімнің өзегі көршін тамыры. Енді
мен білемін андай отбасылар бар, негативті жаңғыртып жүрсе, ой не болып кетті Қазақстан осы тағысындағы біреуді өсейді дейді, ұрысады тағысындағы дүниелер, и негативті барынша ондай. И ондағы адамдар да сондай. Ой, айтпақ қосылайшы. Достар, сен өмірде нені көп естисің, нені көп айтасың, нені көп ойлайсың, сен сондай адамсың. Егер мен қолымнан келмейді, білмеймін деген түсініктер болатын болса, сөзсіз сіз жасай алмайсыз. Енді егер сіздің сеніміңізде ақаулар болса, онда не істеу керек? Онда сіз өзіңіздің түп санаңызға жұмыс жасауыңыз қажетсіз. Яғни сіз былай жасайсыз. Тағы 4-ші тапсырма ол визуализация. Енді армандаған универіңіз, балыңыз, немесе армандағы бір белгілі бір болмысыңыз, болашағыңыз болатын болса, сіз оны А4 параққа шығартып алыңыз. Шығартып алыңыз дағыны арманыңыз, сенің қолынан келеді, өзіңіздің универіңіздің, қалаңыздың фотосын толтырып қойыңыз дайындық үстелінің алдына. Сіз әрбір күн сайын, әрбір өткен сайын өзіңіздің арманыңызды, өзіңіздің мақсатыңызды еске түсіресіз. Және осы арқылы сіз оған расымен де болатындығын, расымен де күресу керек екендігін түсіне бастайсыз. И бұл мүмкін екендігін түсіне бастайсыз. Тапсырма қандай? Тапсырма армандаған универдің сөздерді дуалға ілеміз. Келесі 5-ші тапсырма, сіз өзіңізге рәсім ойлап табыңыз. Именно алдыңызда суреттер тұр. Әр үстелге ортқан сайын мен өзімнің армандаған фотом универіне қарайындағына таңертең және кешке бұл мүмкін. Орта сенің қолыңнан келеді деген бір 2 минуттық мотивациялық сөздер айтамын өзіме. Бір аффирмация. Сенің қолыңнан келеді, бұйырса иншалла түсесің, қосасың балды деген сөздерді. Мен бұны айта берген бізде түп сана бар. Сенімнің өзегі түп сана жаттала береді. Bir күні ми оған сене бастайды. Сіз неғұрлым көбірек өзіңізді сендіресіз, өзіңіздің мақсатыңызға сөзсіз орындалады. Сондықтан сеніммен жұмыс жасаймыз. Достар, соңғы дүние ол психологиялық тұрақтылық. Егер расында сіз стрессте уайымда жүрсеңіз, өте қысым ғой не дегенмен де. Ал сол бір стрессті түсіретін дүние, ол меніңше кешкі серуен таптырмас мүмкіндік. Кешкі жақтан жай ғана аудадан кейін демалуға шығып кетіңіз. Қандай өзіңізді марапаттайық. Екінші кезең бізде система. Енді системаны құрастырайық. Бірінші ең әуелі жоспарламастан алдын ол анализ жасау. Давайте анализ жасап көрейік. Сіздің бірінші жалпы ұбытыңызға анализ жасау. Жалпы қашан бастадыңыз ұбытыны, қандай курстан бастадыңыз, қай айда бастадыңыз, қалай дайындалдыңыз, қай кезде дайындалыңыз күшті болды, кейде әлсіреп кетті. Мәселе бүгін менде разбор болды. Түркістанда оқитын орыс тілін таңдаған оқушы мұғалімдікті и былай айтады. Ағай, мен қыркүйек қазан айларына дайындалдым, одан кейін дайындығым түсіп кетті. Неге десем, өйткені менде көбірек стресс бола бастады, дайындығым сәл жүйесті болып кетті деген секілді нәрселер айтады. Тура сол секілді жалпы ұбытыңызға бір қарап шығыңыз. Қай кезде дайындалдым, қай кезде неге тарихты оқымадым, неге балым аз болды, неге уақыт жоғалтып алдым деген секілді. Екінші сұрақ ол соңғы бір ай ішіндегі сіздің қателіктеріңіз. Бір ай ішінде жалпы қалай өтті, 25 май болды, анау болды, ұбытыға көңіл бөлген жоқпын деген секілді нәрселер болуы мүмкін. Немесе бір ай ішінде мен бірінші ұбытымды уайыммен тапсырдым. Уайыммен, қалай болады деген стресспен, и мен білетін қалым болуы мүмкін. И жауапты шыға бастайды. Демек мен уайыммен жұмыс жасауым керек, мен стресспен жұмыс жасауым керек, екінші ұбытта мен осыны қайталамауым қажет деген секілді. И үшінші сұрақ ол сіздің бірінші ұбыты кезіндегі қателіктер. Бірінші ұбытыда қандай қателіктер кетті? Мәселен, ұбытты тапсырып жатырсыз, қай кезде? Мәселен, тарихтан, именно ұбытының ішіндегі анализ жасаған кезде андай қате кеткен тақырыптар, немесе білмейтін тақырыптар. Мәселен, мен дүниежүзі тарих тапсырдым. Дүниежүзі тарихты мен примерно білмейді екенмін. Мен 20-шы ғасырдың екінші жартысын білмейді екенмін. Мен Түркияны білмейді екенмін, ондағы партиялар білмейді екенмін. Демек мен Түркияны бір қайталап шығу керек екен ғой деген секілді бір примерно жазыңыз. Өзіңізге қиын тақырыптарды жазыңыз, и более алдағы уақытта соған көңіл бөлеміз. Келесі болашақта болуы мүмкін қателіктер. Біз барынша өміріміздегі жоспарларды дамытуға тырысамыз, бірақ кедергілермен күреспейміз. Негатив әдіс бар. Менің мақсатыма жеткізуге кедергі келтіретін нәрселер не? Мәселен, менің мақсатыма жеткізуге кедергі келтіретін нәрсе ол ұйқы. Мен кеш ұйықтаймын. Мен жаз болғаннан кейін сағат 1:30, 12:30 ұйықтаймын. Сәйкесінше бұл менің ұйқыма зиян. Мен
дұрыс есте сақтауым болмайды. Сондықтан бұны күресу керек екен. Одан кейін қандай қателіктер болашақта болуы мүмкін? Жоспарсыз дайындаламын, демек жоспар құру керек. Мен дисциплинам сәл тұрақсыз болуы мүмкін. Демек дисциплинаны дамыту керек деген секілді белгілі болашақта болуы мүмкін қателіктерді талдап жазыңыз. Бірінші гол. Енді ең өлі мақсат анықтап алыңыз. Ең өлі мен қандай адам болғым келеді, кім болғым келеді, жалпы мамандыққа байланысты, қандай мамандыққа, қандай универге, сол универге тиісті нақты балл. Мәселен, мен грантқа түскім келеді тарихқа 120 балл керек. Демек мен 120 баллды қоямын. Келесі мен ұбт-ға байланысты анализ мақсат қояйық. Мәселен, менің арточкам қандай? Менің арточкам бірінші ұбт-да мен 105 балл жинадым. Екінші ұбт-дағы мақсатым плюс 15 балл қосу. Mesela басқаша да болуы мүмкін. Сіз былай жасаңыз, бірінші ұбт-дағы әр пән бойынша әрбір пән бойынша қанша балл қосқыңыз келеді. Мәселен, тарихта мен 15 жинап қалдым, мен оған 2 балл қосқым келеді. Білмеймін, мен математикадан 4 жинап қалдым, мен оған 3 балл қосқым келеді. Осы пәнге осыны бірін қосқым келеді деген секілді нақты. Сізге көріне бастайды. Мен химия болса химияға көбірек көңіл бөледі екенмін, география болса географияға көңіл бөледі екенмін деген нәрселер шыға бастайды. Одан кейін план не? План сіз енді осы мақсатқа жету үшін, яғни тарихтан 5 балл қосу үшін енді сіз жоспар құрасыз. Енді 4, 5, 10 баллды қалай қосамыз тарихтан? Енді жоспар жазайық. Енді жоспар жазған кезде ең әуелі бізде уақыт аз и барынша тиімді дайындалу керек бізге. Мәселен, бізге қазір көп отырып алып, бүкіл сыныптың кітабын оқып үлгермеуіміз мүмкін. Немесе фокусты бір пәнге қоя алмауымыз мүмкін. Барынша тиімді дайындалу керек. Енді мен тиімді дайындалу кезінде ұсынатын дүниелер ол база. Мәселен, тарихтан база қайталау, база оқу, немесе басқа да пәндер бойынша база қайталасаңыз, база оқысаңыз болады. Себебі неге өйткені база бойынша келеді. Мәселен, сұрақтың 80% база бойынша. Есесіне сіздің нәтижеңіз 80%-ін жинап шығу мүмкіншілігіңіз артады. Екінші ол сол база бойынша мүмкін квиздер тапсыру. Мәселен, тарихтан квиз арқылы дайындалсаңыз болады. Бойын болады, қызықты болады, сен оны тест жасау кезінде есте сақтау мүмкіншілігіңіз артады. Одан кейін мен ұсынатын нұсқа талдау. Нұсқа талдау өте маңызды. Мәселен, бір болуы мүмкін 110 балл жинадыңыз, сіз балл көтергіңіз келеді. Балл көтеру үшін нұсқа талдау керек. Неге? Себебі нұсқа талдаған кезде сіз білмейтін тақырыптарыңызды СВ деңгейлі сұрақтарыңызға сол нұсқа талдауда жауап табасыз. Одан кейін сіз қайталау. Просто қайталау, сіздің конспекттеріңіз бар болатын болса, конспектлерді қайталаңыз, база болса, базаны қайталаңыз, кітап болса, кітапты көз жүгіртіп өтіңіз, қайталаңыз барынша. Қайталау кезінде өте маңызды дүние ол интервалды қайталау. Барынша жиі қайталауға тырысыңыз. Бұл дүниелердің барлығы сізді қысқа жадыға сақтауға көмектеседі. Мәселен, бір апта оқыған информация бұйырса иншалла алдағы бір аптаға жететін болады. Тапсыру кезінде сіз дұрыс жауап беру ықтималдығыңыз артады. Мәселен, тарихтан оғыз туралы оқысаңыз, оғыз туралы сұрақ келсе, примерно білемін деп жауап беретін боласыз. Одан кейін тиімді оқу әдістерін білгеннен кейін не істейміз? Енді біз сол тиімді оқуға байланысты бізде бар материал ресурстарды көруіміз қажетпіз. Мәселен, барлығымызда бірдей ресурс жоқ, барлығымыз бірдей курс жоқ, бәрімізде бір чек-лист жоқ, база жоқ, болуы мүмкін тағысындағы. Мен жеке өзімде вообще курс болған жоқ. Менің ресурстарым қандай болды? Менің ресурстарым конспект болды. Менің ресурстарым Жұбаныштың, Айбековтың мәселен кітаптары болды, квиздері болды деген секілді. Сізде не бар дәл қазір? Немесе сізде қандай ресурстарды, материалдар таба аласыз? Барлығын іздеп көріңіз. Мәселен, полный квиз іздеп көріңіз, кітаптар, базалар. Барлығын жинаңыз. Сол бір материалдар бойынша келесі дүние оларды бөлу. Яғни жылқын соғымдау дейді, бұл мүмкін сізде тарихтан 90 квиз бар. Полный тарих бойынша. Сізде ұбт-ыңызға 20 күн бар. Сіз демек күн сайын 4-5 квиз белгілеп отыруыңыз қажет. Бөліп тастау керек. Қандай? Формуландай материалды жалпы күнге бөліп. Мәселен, менде қанша 7 күн қалса, мен 7 күнге бөліп тастаймын. Немесе менде 15 күн қалса, мен 15 күнге бөліп тастаймын материалды. Күн сайынғы тақырыптар шығады. Мәселен, мен мақсат қоямын, алдағы 12 күнге мен 12 нұсқа талдаймын. Немесе мен алдағы күнге 24 нұсқа талдаймын болатын болса, мен күн сайын 2 нұсқа талдау көру керек. Қазір алдына бар екен. Мәселен, осылай парақты 7-ге бөліңіз. Дүйсенбі, сәрсенбі, жұма,
деген секілді болуы мүмкін. И бүгін орындалу керек тапсырма қандай? Шығарма оқу, әдебиеттен 10 шығарманы оқимын, нұсқа талдаймын, әдебиеттен, тарихтан нұсқа талдаймын деген секілді 7 күнге бойы қойыңыз. И бұны бөлмеңізге жабыстырып қойыңыз. И күн сайын күндік жоспарыңыз дайын болады. Достар, біз не керек, жоспарлау жүйесіне келдік. Енді сізге ең тиімді, миыңызды ауыртпайтын дүние ол канбандық жүйе, яғни сіз мына орындалып жатқан жоспарыңыздың, мақсатыңыздың өсу процесін көре аласыз. Ол қалай? Ол былай болады, короче. Мәселен, сізде бір жоспар болады. Мәселен, бүгінге көз орындау дейді тапсырма бар. Биодан 10 көз орындау керек. Оны дұрыстағаны істеу керек бағана қоясыз. Дұрыста бүгін істеу керек. Бүгін мен күнделік жазу қажет. Істеу керекке. Бүгін мен нұсқа талдаймын, тарихтан нұсқа талдаймын. Істеу керек бағана қояйын. Бүгінгі жоспарларым осындай. Қызығына сіздің жоспарларыңыз істеу керек процесте орындалды бағанына ауысып отырады. Мәселен, мен 10 көз орындауға қажетпін бүгін. Мен таңертең 3 көз орындадым. Демек, бұл процесте болып жатыр. Бұл жүріп жатыр. Бұл орындалу процесінде. И тұрамын да мен бұрамда нұсқа талдау көремін. Сағат түскі 2-де. Сағат мен 5-ге дейін мен күтіремін. И бұл орындалу бағанына ауысты. Істеу керек процестен орындауға. И тұрамда кеше жақын мен 10 көз орындасам, осылай. И қараймын, күнді қараймын. Аха, мен бүгін нұсқа талдаппын, көз орындаппын. Мен бүгін журнал жазбаппын ғой. И мына стикерді, мына апаруға менен мотив болды, ерекше мотив болды. Неге? Себебі наяқты әдем болып тұрсын керек, ше? Мен ауыстырғым келді нәрсе. Құрсын, бүгін ауыстырайым, себебі мен егер үшеуін орындасам, мен өзімді марапаттаймын деген нәрсе болса, өте күшті болады. Мәселен, бүгін мен істеу керек бағандағы 3 тапсырманы орындасам, бүгін кешке өзіме мороженое қосып беремін деген секілді өзіңізді марапаттасаңыз болады. Және де жоспардың маңыздылығына қарай бөліп тастасаңыз болады. Мәселен, қызыл стикерге өте маңызды, сарыға орташа, ал күлгінге орындаса орындамаса да болады деген тапсырмалар қойсаңыз болады. Және сол арқылы опытыңызға жүйелі жоспар жасаңыз болады. Айтпақшы, бұл күндік жоспар. Достар, енді жеке тиімділікке байланысты сөйлесейік. Енді системаға келген кезде өте маңызды ол именно таймблоктардың болуы. Мәселен, сіздің өміріңізде бірнеше оқиғалар болады, бірнеше дүниелер болады, жайттар болады. Мәселен, менің өмірімде бір күнімде ұйқы болады, тамақтану болады, бәлки ұбт болады, достармен кездесу, үйді жинау, мүмкін таңғы жаттығу, кешкі жаттығулар болуы мүмкін, тағысындағы дүниелер и ішінде шатасулар болады. Мәселен, қалай? Мәселен, мен сағат 9:30-да мен тұрамда ұйқыға енді келген жатқан кезде мен сабақ оқи бастаймын. Немесе сағат мен енді күшті сабақ сағат 10-да оқытсам, тұрады да ана дос балалар келді, давай кетіп бір жаққа барып қайтайықшы дейді. Мәселен, мен ұбт уақытында. Тұрады мен ұбт уақытым бітіп шығып кетеді, тағысындағы дүниелер. И жоспардың барлығы бұзылып кетеді осының кесірінен. И сіз былай жасаңыз керек. Әр уақытқа байланысты бір блоктар бекітіңіз. Мәселен, қалай? Сіз былай жасаңыз болады. Мәселен, сіз сағат 10:30-да ұйықтадыңыз делік, и сіз таңертең 6-да ұйықтаңыз. 7,5 сағаттық өте күшті ұйқы. Енді сіз таңертең сағат 6-да оянғаннан кейін 6 мен 6:30 арасында ол таңғы рутина блогы болсын. Таңғы рутина блогына таңғы рутина блогына таңертең сіз тұрыңызға жетесіз, жуынасыз, тіс жуасыз, маңызды дүние сіз жылы су ішіңіз. Таңғы жаттығу жасаңыз. Өтініш, таңғы жаттығу өте қатты маңызды. Таңғы жаттығу біздің есте сақтауымызды бір күн бойы таңғы энергияңыздың арттыруына себепкер болады. Таңғы жаттығу қалдырмаймыз. Одан кейін шүкіршілік, рухани әдеттеріңізді жасасаңыз болады. 6:30 мен 8-дің арасында ол бірінші блок. Бірінші блокта біз не оқысақ болады? Тарихтан жаңа кітаптар, базалар болатын болса, содан оқысаңыз болады. Немесе бір кітап оқу дейтін жоспарыңыз бар. Химиядан кітап оқу керек болатын болса, онда кітаптарды оқысаңыз болады. Меніңше қиын еру керек. Одан кейін сағат 8 бен 9-ның арасы ол таңғы ас. Мәселен, таңғы ас ішіңіз, демалыңыз, өзіңізді марапаттаңыз. 9:30 мен 12-ның арасы сізде екінші блок, уже сізде 3 сағат бойы оқуға кетеді. Енді бұл уақытта не істейсіз? Бұл уақытта сіз нұсқа талдауларға, мәселен, таңдау пәндеріне, егер сіз тіл әдебиет таңдасаңыз, давай әдебиеттен нұсқа талдайық. Одан кейін 12 мен 2-ның арасы. 12 мен 2-ның арасы бұл түскі уақытқа келдік. Енді сіз осы уақытта түскі ас ішіңіз.
түскі ашыңыз, 15 минут ұйықтаңыз. Өте қатты маңызды 45 минут 30 минут емес, 15-20 минуттың арасы. Неге? Себебі үлкен интервал бізде 1,5 сағат ұйқы қанады, 15 минутта кішкентай интервал қанады. Пайғамбарымыз айтты, түскі ұйқыда кішкентай ұйқы дейді. Мәселен 5 пен 15 минуттың арасы негізі. Автобуста бір ұйықтап қаласың, көзіңді жұмып, ұйқың қана ойнап, тура сол секілді. Біз кішкентай ұйқы жеткілікті. Күш-қуат жинап аламыз. Сағат 2 мен 5-тің арасында сізде 3-ші блок болады. Оқу уақыты. Бұл уақытта сіз не істесеңіз болады. Бұл уақытта сіз мат сауаттылық немесе тарихқа нұсқауласаңыз болады, квизлер жасаңыз болады. Бұнда сәл энергияңыз бар түскі уақытта. И айтар дүнием, именно сіз оқысаңыз осы кезде екі нәрсе бар. Біріншісі 50-10, 50 минут оқисыз, 10 минут демаласыз. 10 минуттық демалысыңызда TikTok ешқандай нәрсе көрмейсіз. 10 минут просто отырасыз немесе жаттығу жасайсыз. Немесе 25-5-25-5-тен оқысаңыз болады, помодоро техникасы арқылы. Одан кейін 2 мен 5-тен кейін 5 пен 6 бұл блок немесе 5 пен 6,5 болуы мүмкін, даже 1,5 сағат. Бұл кешкі уақыт болсын, кешкі ас ішіңіз, серуендеңіз, демалыңыз. Тасындағы 6,5 мен немесе 6 мен 8-дің арасы 2 сағат, 2 сағатыңызда бұл бір үлгере алмай қалған тақырыптарыңызды, нұсқауларыңызды, квиздеріңізді осы уақытта жасаңыз. Бір жоспарым орындалмай қала береді десеңіз, осы нәрсе көмектеседі. Одан кейін 8 мен 9-ның арасы. 8 мен 9-ның арасы бұл уақытта сіз кешкі серуенге арнаңыз. Кешеге шықпайдыңыз, өзіңізді марапаттаңыз, көшеге шыққан екен, қандай канбанды орындаңыз, мороженое жеңдіңіз бе? Давайте мороженое жеңіз. 9 мен 10-ның арасы енді бұл уақытта шамасы достарыңызбен тағасындағы дүниелері болуы мүмкін. Мейлінше 9 мен 10-ның арасын бір күндік қорытынды жасауға болады. Мәселен 9 жарымда бүгінгі күнге арнай жасаңыз. Өзіңізге блокнот арнаңыз, немесе дәптер арнаңыз, просто бүгінгі күн қалай өтті соны жазыңыз. Неге? Себебі бұл андай рефлексия болмайтын болса, қателіктерден сабақ алмайтын болсақ, біз бір қателікті айналдырып жасай береміз. Ал ұбт уақытында, прогресс уақытында, қысқа ғана уақытта 10 мен 10 жарымда сіз ұйқыға дайындалыңыз. Бұл уақытта телефон, дүниелер болмайды, телефон жұқламаймыз, ұйқыға дайындаламыз. Тура осылай сіздің бір күніңіз аяқталды, бір күнді осылай тиімді өтсек болады. Достар, маңызды достар, қорытындылай келе. Біздің шектеулер тек қана біздің миымызда ғана. Сіздің қалаған, армандаған балыңыз болса, және оған ниет етсеңіз, оған сенсеңіз, барлығы болады. Оған сеніңіз, иншалла, бұйырса прогресс жасаңыз, өзінің қалаған мамандығыңызға, университет грантқа түсіп кетіңіздер. Бұйырса баршаларыңызға сәттілік. Бұйырса сіздерге біз сенеміз. Дұрыс емес, өте дұрыс. Бұйырса сәттілік баршаларыңызға. I love you.